Баршаларыңызға сәлем. Осы видеода сіздерге дәретті қалай аламыз, соны толығымен айтып көрсететін боламыз. Сонымен қатар дәретсіз не жасауға болмайды, соны да айтатын боламыз. Сондықтан да видеоны соңына дейін көріп, лайк басып, комментарий жазып кетуді ұмытпаңыздар. Ал кеттік. Дәретті қалай бастаймыз? Бірінші іш дәреттен бастаймыз. Іш дәрет дегеніміз ол біздің жыныс мүшелерімізді зәрден, нәжістен тазарту. Яғни тазартқан кезде де сумен тазартамыз ғой, сол қолмен тазартуымыз қажет. Іш дәретті алып болғаннан кейін ванной дейді ғой, немесе жуынатын бөлмеге келеміз де суға бірінші қолымызды жуып аламыз. Қолды жуып болғаннан кейін барып дәреттің ауыздан бастаймыз. Яғни ауызға 3 рет су алып, ауызды шайқаймыз. Яғни оң қолмен су аламыз. Мен оң қолым камера маған тікелей қарап тұр, сондықтан шатастырып болмаңыздар. Бірінші суды аламыз, ауызға құямыз, шаямыз ауызды, төгіп тастаймыз. Тура солай 3 рет ауыз шайылады. Одан кейін мұрынға оң қолмен су аламыз, мұрынға тартамыз, сол қолмен сіңгіріп тастаймыз. Мұрын шаюда 3 рет болады. Одан кейін барып бізде бет жуу. Бет жуған кезде қолымызға су аламыз ғой, өйстіп бет жуған кезде қасымызға, кірпігімізге су тию қажет. Одан кейін маңдай тұстарына, мына жақтарға, самай тұстарына су, иек, міне осы жерлерге су тию қажет. Түсінікті ғой, және де осы жуынған кезде туш болмауын қадағалаңыздар, немесе тональный крем болмауын қадағалаңыздар. Өйткені туштан, тональный кремнен, немесе BB крем дейді ғой, күннен қорғайтын кремнен су өтпейді, яғни дәрет толық саналмайды. Бетті 3 рет жуамыз, тура жаңағыдай. Суды 3 рет алып, беттен кейін барып қолды жуамыз. Оң қолдан бастаймыз. Бірінші су ағып тұр, елестетіңіздер. Су құямыз. Су алақанға толған кезде кезесеңіздер қарай төңкеріледі. Міне, сол кезде қолды жуамыз. Міне, сыртын, саусақтардың арасына су кіретіндей жуамыз. Тағы да су ағып тұр, төбеден ағып тұр деп елестетіңіздер. Тағы да су кетеді. Міне, тағы да су кетеді. Міне, осылай 3 рет оң қол, тура солай 3 рет сол қолды жуамыз. Міне, су ағып тұр деп елестетесіздер. 3 рет болады. Қолдан кейін барып бізде маңдай, самай, мойынның арты қалады. Ол үшін қолымызды жуып аламыз да. Міне қолды осылай окей деген сияқты жасап аламыз. Одан кейін бастың 4/1 бөлігіне мәсіх тартылу қажет. Бұны 1 рет қайталамыз. Міне 4/1 бөлігіне тартылды. Одан кейін барып 3 саусақ уже лас болды. 2 саусақ қалды. 2 саусақтың сұқ саусақпен құлақтың ішін жуамыз. Үлкен бірінші саусақпен құлақтың сыртын жуамыз. Енді 3 саусақтың жері лас болды, жаңа. То есть қолданып қойдық қой, енді сырты қалды. Осы сыртымен жақты мойынның астын, желкені осылай сырт ұшамыз. Басынан түсіндірейін, былай аламыз. Маңдай, самай 4/1 бөлігі, сұқ саусақпен құлақтың іші, бірінші саусақпен құлақтың сырты, қолды аламыз. Міне осылай кетеді. Бұл 1 рет жасалады. Мен сіздерге просто 2 рет көрсеттім. Одан кейін барып қолымызды жуып аламыз да, аяққа өтеміз. Аяқты оң аяқтан бастаймыз. Тобық, табан, саусақтардың арасына су тиюі қажет. Аяқты оң аяқтан бастаймыз, бірақ аяқтарды сол қолмен жуамыз. 3 рет. Оң аяқты сол қолмен 3 рет жуамыз. Тобық, одан кейін саусақтардың арасы, өкше, табан кіретіндей. Сол аяқты сол қолмен жуамыз 3 рет. Түсінікті ғой, одан кейін қолымызды жуамыз да, осылай дәрет алу аяқталады. Түсінікті болды деп сіздерге ойлаймын. Келесі, бізде дәретсіз не жасауға болмайды. Дәретсіз Құран оқи алмайсыздар, намаз оқи алмайсыздар. Меккеде қағба бар, қағбаны тауаф ете алмайсыздар. Және де тилауат сәждесі деген бар. Мысалы, сіз Құран тыңдап отырсыз, сол кезде сәжде аятының уақыты келді, яғни сәжде ету керек болады. Мысалы, жаныңызда бәрі сәжде етіп жатады. Егер сізде дәрет жоқ болса, ондай тилауат сәждесін жасай алмайсыз. Осы 4 нәрсені жасауға болмайды. Енді дәретті не бұзады? Дәретті бұзатын нәрсе желдің шығып кетуі. Мысалы, жел шығып қойды сізде. Ол кезде сіз іш дәрет алмайсыз, кәдімгідей жаңағы бой дәретті қол, ауыз, мұрнынан бастап алып бастай бересіз. Жел шығады, одан кейін ұйықтап қалу, жантайып, жатып ұйықтап қалу, яғни ес білмейтін ұйықтап қалу дәрет бұзады. Одан кейін денеден қан іріңнің шығуы дәретті бұзады. Яғни мына жерде прыщик болса, оны сықсаңыз, оқтан бір сұйықтық шықса, ол дәретті бұзады. Түсінікті ғой, жараланып қалсаңыз,
сол дәретті бұзады. Ауыз толтырып құсып қойсаңыз дәретті, ол да дәретті бұзатын нәрсе. Осы маңыздылары дәретті бұзады. Және де әйел адамдарда хайыз, нифас қандарының келуі дәретті де, ғұсылды да бұзады. Дәрет алу сіздерге осы видео пайдалы болды деген ниеттемін. Пайда болса достарыңызбен, намазға келейін деп жатқан таныстарыңызбен бөлісіңіздер, оларға да пайдалы болсын. Ал сіздермен болған мен Фарида, Иман Жүзбай арнасы. Баршаларыңызға ассаляму алейкум.